Сәлем достар, мен бүгін сіздерге «Невероятный мир глазами Энсо» фильмін қысқаша айтып беретін болам. Фильмнің басында бізді Энсо есімді ретривер итпен таныстырады. Ол үй ішіндегі еденде жатыр. Ит тірі болғанмен оның халі өте нашар. Оған иесі әрі жақын досы Дэнни келіп, итті орнынан көтеріп, оны жанына қойып, мойнынан сипалай бастайды. Осы кезде Энсоға теледидардан естіген ақпараты есіне түседі. Онда иттер өлгеннен кейін қайтадан адам болып тіріледі деген еді. Және де ит осы өмірдегі бақытты сәттерінің барлығын есіне сақтап қалғысы келеді. Энсоның күшік кезінде оған карьерасын жаңа бастап жатқан көлікпен жарысушы Дэнни жолықты. Сонда бұл күн түсті ретривер жігіттің көзіне бірден түсті. Сөйтіп Энсоны қарт адамдардан сатып алды. Осылайша күшік иесіне бірінші күннен бастап жақын болып кетті. Жігіт күшікті автокөлік жөндеу орталығына әкеліп, өзінің Майк және Тони деген достарымен таныстырды. Сонда Дэнни достарына күшіктің есімін Энсо Ферраридің құрметіне қойғанын айтты. Сонда Тони әзілдеп, бізге енді уақытыңды аз бөлетін болдың ғой дейді. Өйткені күшікке лайықты көңіл бөлу керек. Сонда жігіт досына барлығына да үлгеретін айтады. Алайда кеш батқан уақытта Дэнни достарымен отырыста болуының орнына күшікті үйге үйрету үшін оның қасында болуды шешті. Ал таңертең жігіт авто жарыс алаңына келді. Бұл оның тұрақты жұмыс орны десе де болады. Және Энсоны да өзімен бірге ала келді. Күшік Майктың қолында отырып, өзінің иесінің көлікті кәсіби түрде қалай тамаша басқаратынын көрді. Және осы кезде Дэннидің жаттықтырушысы біздің момын күшікке тәнті болды. Және жарыста бірінші болып келген өзінің шәкірті Дэнниді авто жарыстың болашақ жұлдызы деп есептейді. Осы кезде Шон Райт деген жігіт келіп, Дэнниге өзінің командасында жарысқа қатысуға ұсыныс тастады. Дэнни де келісе кетті. Арадан бір жыл өтті. Біздің Дэнни жарыстарға қатысуын жалғастыруда. Ол Энсонмен бірге таңертең жүгіреді, ал кешкісін жарыстан жіберген қателіктерін талқылайды. Және де жігіт өзіне шәкірттер дайындап бастап жатыр. Бір күні дүкен алдындағы кездесу бұл екеуінің өмірін түбегейлі өзгертті. Бұл жерде Дэнни Ив есімді қызбен танысты. Сонда ит иесінің қызға деген жылы көзқарасын байқап, оны қызғанып, бұл жерден алып кеткісі келді. Алайда жігіт Энсоны тынышталдырып, қызды кездесуге шақырды. Осылайша жігіт кешкісін Ивті өзінің достарымен таныстырды. Бұл жерде Тони мен Майк та жігіттің таңдауын құптайды. Осылай жігіт пен қыздың қарым-қатынасы дереу қарқын алып, екеуі қыз бен жігіт болып кездесе бастады. Дэнни қызды қатты жақсы көреді, бірақ та Энсо иесін қызғанып, қызды жақтырмай жүр. Арада көп уақыт өтпей, жастар некелерін қиды. Ал қыздың әкесі Максвелл Ивтің таңдауын жақтырмады. Алайда оның жұбайы Триш қызыңның бақытты болуына кедергі жасама дейді. Енді жастар жеке үйге көшкеннен кейін Энсо үшеу болып өмір сүруге үйреніп жатыр. Біздің ит қыздағы эмоционалды өзгерістерді сезе бастады. Және көп ұзамай қыздың аяғы ауыр екені белгілі болды. Ал өзінің жақын арада әке болатынын естіген Дэнни қатты қуанып, жарыстарына тыңғылықты дайындала бастады. Және де өзіне көптеп шәкірттер ала бастады. Сондағы жігіттің мақсаты өсіп келе жатқан отбасын қаржылай қамтамасыз ету. Сол үшін де жігіт көбіне үйінде болмайды. Бірақ та есесіне Энсо мен қыз көп уақыттарын бірге өткізетін болды. Және де Энсо қыздың шыдамдылығына тәнті болып, оған жақсы көзқараспен қарай бастады. Осылайша бір күні ит қыздың ішіндегі нәрестенің тепкенін сезіп, қатты таң қалды. Және осы кезде Дэнни келіп, өзінің үлкен жарысқа шақырту алғанын айтты. Алайда жарыстың болатын уақыты келіншегінің босанатын уақытымен дәлме-дәл келіп тұр. Сонда Ив жігітке, сен бұндай мүмкіндіктен айырылып қалма, жарысыңа қатыс дейді. Осылайша Дэннидің жарысы болып жатқан кезде келіншегінің толғағы келіп бастады. Сөйтіп дүниеге Зоя есімді қыз келді. Ал бұл қыз Энсоның көзіне ең керемет жаратылыс болып көрінді. Біздің Дэнни бір күн өткеннен кейін келді. Және осындай маңызды сәтте келіншегінің жанында болмаған үшін қынжылады. Сонда келіншегі оны жұбатып, Дэннидің үйіне аман-есен келгеннен басқа маңызды еш нәрсе жоқ екенін айтты. Осыдан кейін жігіт өзінің жарыстағы жеңілісін түсіндіріп жатыр. Оның жаттықтырушысы демеушілердің қыспағына түскен. Сөйтіп соңғы айналымға тәжірибесі жоқ спортшыны шығаруға мәжбүр болған. Және бұл спортшы талға соғып, Дэннидің командасы қолда тұрған жеңістен айырылып қалған екен. Нәресте дүниеге келгеннен кейін Максвелл немересін көру үшін жиі қонаққа келетін болды. Және осындай күндердің бірінде Максвелл өзінің күйеу баласына оның мамандығы өте қауіпті екенін айтып тиісе бастады.
Сонда жігіт жарыста қандай жағдай орын алса да отбасын ойлағандықтан өзінің басын қатерге тікпейтінін айтты. Осылайша көптеген уақыт өтті. Нәресте Зоя үлкен қыз болып өсіп келеді. Ал Энсо болса оның ең жақын досы әрі қорғаушысына айналды. Дэнни болса өзінің карьерасын аяқтау жайлы жиі ойланатын болды. Себебі жігіт бір орында тұрып қалғанын сезеді. Бірақ әйелі сонда да күйеуін қолдап, мен сенің әлі де атақты спортшы болатыныңа сенемін дейді. Осыдан кейін Ив өзінің мектептегі жұмысына оралды және оның басы жиі айналатын болып жүр. Энсо қыздан келетін жаман энергияны сезеді. Бұл дегеніміз қыздың ажалы жақын дегенді білдіреді. Алайда Ит ештеңені айтып жеткізе алмайды. Дэнни кезекті жарысына кетті, ал Ивтің жағдайы күннен күнге нашарлауда. Сондықтан да ол қызын алып ата-анасының үйіне кетіп қалды. Ал Энсо үйде жалғыз қалды. Бір-екі күннен соң иттің суы да тамағы да таусылды. Соған қарамастан ол шыдамды болуға тырысуда. Бірақ та қарны ашқан итте галлюцинация басталғандай. Оның көзіне Зояның ойыншығы Зебра өз-өзімен билеп, кейін ішін ақтарып жатқандай көрінді. Келесі күні үйіне келген Дэнни итті аш қалдырған өзінің әйеліне ренжулі. Осыдан кейін үйіне оралған Ив өзіне болмашы бір вирусты жұқтырып алдым деп ойлайды және де күйеуіне өзіне алаңдамауын өтінді. Ал кішкентай Зоя болса өзінің жыртылып қалған ойыншықтарын көріп жылап отыр. Сонда бұны көрген Дэнни ашуға булығып итті жұлқылай бастады. Осы кезде әйелі Ив келіп оны тынышталдырып иттен кешірім сұрады. Кешкі ас кезінде Дэнни алдағы жарыстан кейін өзінің отбасын саяхатқа алып шығатынын айтты. Бұған Ив қатты қуанып күйеуін жұмысқа шығарып салды. Сөйтіп Энсомен бірге серуендеуге шықты. Және осы кезде Ивтің басы айналып талып қалды. Сонда жаны ашыған Энсо бар даусымен үріп, жолдағы бейтаныс адамдарды өздеріне шақырды. Осылайша әйелді жедел жәрдем алып кетті. Және дәл осы кезде әйелдің рак ауруына шалдыққаны белгілі болды. Бұны естіген Дэнни алдағы жарыстан бас тартты. Ал әйелі Ив алғашқы отадан кейін әзірге дәрігерлердің бақылауында болатын болды. Арада айлар өтті. Дэнни қызына қарап үйренуде. Ал Ив болса оған барынша көмектесуге тырысуда. Көп ұзамай әйелі де ауруханадан шықты. Алайда оның көрер жарығы өте аз. Біздің Энсо әйелді күзетіп түнімен ұйықтамайды. Сонда Ив Энсоның басынан сипалап өзінің өлімнен қорықпайтынын айтты. Себебі әйел өлімнен кейінгі өмірдің бар екеніне сенеді. Осыдан кейін Ив қайтыс болып, әйелінің жаназасынан кейін оның ата-анасы келіп, қыздарының өлімінен Дэнниді кінәлайды. Өйткені олардың ойынша күйеу балдары қыздарына лайықты түрде көңіл бөлмеген. Онымен қоса Максвелл күйеу баласына Зояны сот арқылы тартып алатынын айтты. Ал бұл сөзге ашуланған Дэнни оны жұлқып жіберді. Және осы жағдайдан кейін Дэнни өзінің қызын алып бұл жерден кетіп қалды. Осыдан кейін Дэнни өзінің адвокаты Маркпен жолығып, егер сот болатын болса, оның шешімі қалай болатынын талқылады. Сонда адвокат күлімсіреп, қандай жағдай болмасын, Зоя сенде қалады дейді. Алайда артынша жағдай ушығып кетті. Себебі Максвелл Дэнниді мені соққыға жықты деп үстінен арыз жазған екен. Сол себепті де полиция қызметкерлері жігітті қамауға алды. Біздің Дэнни өзінің кінәлі емес екенін дәлелдей алмайды. Себебі жалғыз куәгер Трэш оған қарсы айғақ жүргізген. Ал осыдан кейін өзінің адвокатымен жолыққан Дэнни келесі 3 айда өзінің қызымен жолыға алмайтынын түсінді. Алайда Марк оны жұбатуға тырысуда. Себебі ол Зояға сенің әкең әзірге шетелде жарыста болады деп түсіндірген. Әрине бұл жағдайға Энсо мен Дэннидің көңіл күйі қатты түсіп кетті. Алайда жігіт қызы үшін берілгісі келмейді. Осыдан кейін көп ұзамай жігіт Ферраридің менеджері Лука Фантонидің көзіне түсті. Және де ол жігітті өзінің командасына шақырды. Алайда біздің Дэнни өмірінде болып жатқан жағдайларға байланысты бұл нәрседен бас тартты. Сонда да менеджер өзінің визиткасын тастап кетті. Арада 3 ай өтіп, Дэнни ақыры өзінің қызымен жолықты. Осыдан кейін адвокат Дэнниге келіп, егер де сен Максвеллдің шарттарына келіспесең, және де сотта сені кінәлі деп танитын болса, қызыңды енді қайтып көре алмайсың деп ескертті. Бірақ та біздің Дэнни соңына дейін күресетінін айтты. Кешкілік уақыт Дэнни мен Энсо жаңбырдың астында жүгіріп келеді. Алайда біздің Энсо бұрынғыдай қауқарлы емес, және осы кезде итті жолда көлік қағып кетті. Сонда біздің Энсоны тексерген дәрігер иттің алған жарақаты өте ауыр екенін айтты, және болашақта өзінің әсерін беруі мүмкін дейді. Энсо келесі күнге дейін есін білмей жатты, және оянған кезде Дэннидің Максвеллдің шарттарына қол қойып жатқанын көрді. Сонда біздің Энсо келісім шартты алып қашып, оны көшеде жыртып тастады. Осылай жасау арқылы иесі Дэнниге соңына дейін күрес деп белгі бергендей. Сот болатын күнде жетті. Сотқа кетіп бара жатқан Дэнни итті досы Маркке тастап кетті.
Ал Марк болса біраз уақыт өткеннен кейін Энсоны алып сот болатын ғимаратқа келді. Және осы кезде сотта Дэннидің жеңіп шыққаны белгілі болды. Себебі Трэш сотта Дэнниге жала жапқанын мойындаған екен. Осылайша біздің Дэнни өзінің қызын қайтарып, өмірі бір қалыпқа түсті. Және де Лукаға хабарласып, Ферраридің шабандозы болуға келісетінін айтты. Ал осыдан кейін Зояның туған күні ұйымдастырылып жатқанын көреміз. Және осы туған күнге атасы мен әжесі шақырусыз келді. Және біздің жігіт те қызына атасы мен әжесінің қамқорлығы керек екенін түсініп, оларды ішке кіргізді. Осылайша барлығы Зояның туған күнін тойлап жатқанда, қартайған Энсо әрең демалып жатыр екен. Осыдан кейін біз сюжеттің басындағы бейнеге ораламыз. Иесінің алдында жатқан ретривер Ив секілді өлімнен қорықпайтынын түсінді. Себебі Энсо өлгеннен кейін қайтадан адам болып жаратылам деп сенеді. Осыдан кейін Дэнни иті менен қызын бұрын жаттығу жасаған алаңына алып келді. Және Энсоны көлікке отырғызып, онымен бірге осы алаңды аралады. Осы кезде иттің көңіл күйі түскендей. Себебі ол Зоя мен Дэнниден көп ұзамай қоштасатынын түсінеді. Және де иесі Дэннидің Формула 1-дегі атақты шабандоз болатынын көре алмайтынына өкінеді. Алайда ит басқа амалы жоқ екенін түсініп, осы сәттен рахат алғысы келіп, Дэнниге соңғы айналымда барынша жылдамдықпен жүр дегенде белгі беріп үреді. Осыдан кейін арада 8 жыл өтті. Бойжеткен Зоя өзінің атақты болған әкесін оның жанкүйерлерімен жолықтыруда. Осы жерде еркектің өзінің баласы Дэнниге қатты еліктейтінін және өскенде Дэнни сияқты шабандоз болғысы келетінін айтты. Сонда кішкентай баланың аты Энсо екенін естіген Дэнни, сен менің ең жақын досыма қатты ұқсайды екенсің деп айтады. Сонымен қатар қолтаңбаның қасына нөмірін қалдырып, керек болған кезімде міндетті түрде хабарлас дейді. Достар, бейне ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Және де экранға шыққан осы жанрдағы басқа да бейнелерді көруге ұсынамын. Келесі көріскенше аман сау болайық.